Сәлеметсіздер ме? Мен аты жөнім Дүйсепова Мақпал Талғатовна, физика пәні оқытушысы, Семей қаласы көлік колледжі. Бүгін сабақта біз сіздермен электр сыйымдылығы, конденсаторларды жалғау, электр өрісінің энергиясы тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты электр сыйымдылығының физикалық мағынасын анықтау және есеп шығаруда электр сыйымдылығының формуласын қолдану. Сабақ соңында күтілетін нәтиже оқушылар формулаларды біледі және түсінеді. Оқушылар S тең Q бөлінген U және жазық конденсаторлар сыйымдылығының формуласын қолдану арқылы есептер шығарады. Оқушылар жазық конденсаторын формуласын қолданып эксперименталды есептер шығара алатын болады. Ең алдымен конденсаторлардың шығу тарихына тоқталып өтетін болсақ, 1745 жылы Лейден қаласында неміс физигі Эвальд Юрген мен голланд физигі Питер Ван ең алғашқы конденсаторларды Лейден банкасынан жасады. Олар сынап шыны ыдысқа салынған шегенің үлкен электр зарядын жинақтай алатынын байқаған. Бұндай конденсаторларда сынап бір жапсардың рөлін, ал ыдысты ұстап тұрған экспериментатордың алақаны екінші жапсардың рөлін атқарған екен. Кейінірек жапсарлардың екеуінде жұқа жезден немесе қорғасын қағаздан жасайтын болған. Балалар, сіздер теледидардың артын ашып қараған кезде осындай ұсақ құрылғыларды байқаған болатынсыздар. Бұл құралдың атауы конденсаторлар деп атайды. Сонда конденсаторлар дегеніміз не және ол қай жерде қолданатынын мен сіздерге мысал келтіріп өтейін. Күнделікті өмірде қолданатын кір машинаның ішінде мотор айналып тұрсын. Бір кезде жарық сөнген кезде моторымыз бірден тоқтап қалмайды, біраз уақыттан кейін барып жылдамдығын баяулатып отырып тоқтайды. Неге? Себебі мотордың ішінде конденсатор орналасқан. Жаңа конденсатор өз зарядын жайлап шығара отырып, мотордың біраз уақыттан кейін барып жылдамдығын баяулатып тоқтауына себепкер болады. Сонда конденсатор не үшін қажет? Конденсатор заряд жинақтайтын жүйе болып табылады. Конденсатор дегеніміз қарама-қарсы зарядталған жұқа диэлектрик қабатымен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені атаймыз. Конденсаторды сипаттайтын шаманы электр сыйымдылығы деп атайды. Электр сыйымдылығын С әріпімен белгілейді. Электр сыйымдылығын табу үшін зарядты бөлеміз кернеуге. Электр сыйымдылығын шартты белгісімен сіздерде сызбада көрсетілген қарап өтсеңіздер болады. Халықаралық бірліктер жүйесінде электр сыйымдылығын өлшем бірлігі 1 фарад. 1 фарад дегеніміз, яғни потенциалын 1 вольтқа арттыру үшін 1 кулон заряд керек болатын өткізгіштің электр сыйымдылығы. Мына жерде сіздерде қосымша практикада қолданылатын электр сыйымдылығының өлшемдері көрсетілген. 1 микрофарад дегеніміз, яғни 10-6 дәрежесі, 1 нанофарад 10-9 дәрежесі, 1 пикофарад 10-9 дәрежесіндегі шамалар. Сызбадан көріп отырғандарыңыздай конденсаторларды 3 топқа жіктеуге болады. Ол формасы бойынша, диэлектригі бойынша және тағайындалуы бойынша. Конденсаторлар формасы бойынша сфералық, жазық, цилиндрлік болып 3 топқа ажыратылады. Мына жерде сіздерде конденсаторлардың түрлеріне қатысты теңдеулер көрсетілген. Енді біз көбінесе қолданатын жазық конденсаторлар. Жазық конденсаторлар дегеніміз қарапайым конденсатор, өзара параллелік бір-біріне д арақашықтықта орналасқан металл пластинкалардан тұрады. Егер өткізгіштер жазық және өзара параллель орналасса, онда конденсаторларды жазық конденсаторлар деп атаймыз. Конденсаторларға диэлектриктері керамикалық, қағаз, электромагниттік болып бөлінеді. Диэлектрик дегеніміз не? Ол диэлектрик дегеніміз электр тоғын өткізбейтін заттарды атаймыз. Конденсаторларды жалғаудың екі әдісі бар: тізбекте және параллель. Конденсаторларды тізбекте жалғау, яғни тізбекте жалғаған кезде бірінші конденсатордың соңына екінші конденсатордың басы, екінші конденсатордың соңына үшінші конденсатордың басы жалғанады. Және де бұл жалғау кезінде бүкіл конденсаторларда заряд тұрақты болады. Ал жалпы кернеуді анықтау үшін әрбір конденсатордағы кернеулерді бір-біріне қосамыз. Яғни U жалпы тең U1 қосу U2 қосу U3. Енді конденсатордың жалпы сыйымдылығын анықтау үшін оған яғни кері шама, жеке конденсаторлардың сыйымдылықтарын кері шамаларын қосындысын аламыз. Яғни 1 бөлінген S тең 1 бөлінген S1 қосылған 1 бөлінген S2 қосылған 1 бөлінген S3-ке тең болады. Екінші әдіс ол конденсаторларды параллель жалғау. Ең алдымен конденсатор тоқ көзіне, яғни аккумуляторға қосылған болады. Тізбек бойымен тоқ жүрген кезде, мына жерде бір нүктеде конденсаторлар 3 тармаққа қарай ажырайды, яғни параллель жалғанған. Параллель жалғау кезінде
зарядтардың жалпы санын табу үшін әрбір конденсатордағы зарядтарын қосамыз, яғни S Q жалпы тең Q1 қосу Q2 қосылған Q3. Конденсатордағы кернеу тұрақты болады. Конденсатордың жалпы сыйымдылығын табу үшін жеке-жеке конденсаторларды бір-біріне қосып шығасыздар. Мына жерде конденсатордың жалғаудың екі әдісі және көрсетіліп тұр, сызбасы мен және негізгі теңдеулері. Енді сіздермен зарядталған конденсатордың энергиясының теңдеуін қарастырсақ, зарядталған конденсатордың энергиясын W әрпімен белгілейді, өлшем бірлігі джоуль. Енді зарядталған конденсатор энергиясының негізгі теңдеуі W тең Q көбейтілген U бөлінген 2-ге тең. Енді конденсатор тоқ көзіне қосылған жағдайды қарастырайық. Яғни бұл кезде кернеу U константа болады, ал сонда біздің конденсатордың энергиясы тең W тең SU квадрат бөлінген 2-ге. Егер де конденсатор тоқ көзінен ажыратылған болса, онда біздің энергиямыз W тең Q квадрат бөлінген S-қа тең болады, ал бұл кезде зарядымыз, яғни Q тұрақты болады. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында сіздерге мына жерде тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма альтернативті жауабы бар тест, я немесе жоқ деп аталады. Сіздер бұл тапсырмада, яғни сөйлемді оқи отырып, сөйлем дұрыс жазылған ба, немесе бұрыс жазылған ба, соны анықтайсыздар. Екінші тапсырма есеп шығару деп аталады. Бұнда жаңағы бүгінгі өткен тақырып бойынша берілген теңдеулерді қолдана отырып есеп шығарамыз. Балалар, яғни сіздер осы бүгінгі тақырып бойынша конспект жазасыздар дәптерлеріңізге. Осы екі тапсырманы орындап, Canvas платформасына кері байланыс үшін саласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.